Сәлем көрермен, біздің арнада Балауен және оның жүргізушісі мен музыкатанушы Балнұр Сардарбек. Бүгінгі біздің 4-ші шығарылымымыз қазақтың поп мәдениетін жаңағы деңгейге жеткізген, одан қалса драматургия, стиль жағынан, әуендік ерекшелік, гармония жағынан барынша біздің шаблонды нәрселердің бәрін шетке сырып қойып, бүкіл мидағы музыкалық шекарамыздың бәрін жаңағы кеңейткен бірегей топтардың бірі, ол әрине 91. Кезінде квинтет болған, 5 жігіттен құралған топ, қазіргі таңда квартетке арналған, яғни 4 жігіттен құралады. Бұл топ 2015 жылы 1 қыркүйекте айыптама деген ең взрывной дейді, ерекше әнмен қазақтың сахнасына келген топ. Енді бұл жерде астын сызып айтатын нәрсе, бірінші қазақтың поп мәдениеті жайлы менен сұхбат алып жатқанда мен әрдайым айтам, 2015 жыл ерекше дамуға бізді итермелеген жыл деп айтып жатқан кезде журналистер бірден айтады, сіз 91-ды меңзеп отырсыз ба деп. Әрине мен ғана емес, музыканттар ғана емес, жалпы бүкіл қазақ халқы біледі. 2015 жыл қазақтың поп мәдениеті үшін кәдімгі жұлдызды жылдың бірі болды. Өйткені 91-ның қазақтың поп мәдениетінің дамуына, ерекшеленуіне, өсуіне қосқан үлесі зор. 2015 жыл 1 қыркүйекте айыптамамен жаңағы топты жарып шыққан кезде бұл жігіттердің осы әні, қателеспесем, қазір айтам, 4 апта көлемінде бүкіл ресми чарттардың бәрінде 1-ші орында болған екен. Өзінің сүйікті тыңдармандарын жаулағанмен қоса, өкінішке орай хейтерлардың да жаңағыда шамына тиді, өйткені көптеген қалаларда кэнселға ұшыраған, жаңағы біз қарсымыз деген әріптестерінің арасында да өте көп сынға ұшыраған топтардың бірі. Сол сынға қарамастан әлі күнге дейін сол бағытында тұрған, әлі күнге дейін сол идеологиясын алып келе жатқан топ. Әрине бұл жерде міндетті түрде астын сызып айтатын нәрсе, ол кезінде 2000 жылдары жарық көрген ерекше дара топтардың бірі, билеп ән салуды, R&B'ді алып келген Орда тобының мүшесі Ерболат Беделханның бұл жерде істеген тірлігі, қосқан үлесі топтың қалыптасуына, шығуына зор. Неге? Өйткені бұл топтағы жаңағы әр жігіттің басында, шығармашылығының басында кастингқа келген кезде осындай топ құралатын жаңағы топ мүшелерін табу чуйка болу керек ол үшін. Ол чуйканы мысалы тек қана сен тәжірибе келе, уақыт өте келе ғана ондай чуйкамен можно обладать такой чуйкой. Сол менің ойымша бұл жерде Ерболат Беделханның жаңағы қосқан үлесін астын сызып айту керек. Себебі ол кісі егер осы жігіттерді басында, олар әлі ән шығармай тұрған кезінде осы жігіттерді танып білмегенде бәлкім 91 құралмас еді. Саған дайынсыңдар ма? Онда бол, келдіңдер. Кеттік. 2020 жылға дейін топ квинтет болды деп жаңа айттық. 5 жігіттен тұрды, ол Әлем, Эйз, Эйзи, Бала және Зак. 5 жігіттен құралған бұл топ. Эйзи өкінішке орай топтан кетті, бірақ дегенмен әлі күнге дейін топ өзінің шығармашылығын жалғастыруда. Бірінші бұл жігіттердің шығармашылығын талдар кезде бірінші қолға түскен ноталарды іздестіру барысында ол қайтадан әні болды. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалында жағайықшы қайтадан әні, қателеспесем 2017 жылы жарық көрген айыптама альбомындағы ең танымал әндердің бірі. Жігіттердің 55 шақты әні бар екен, шамамен алғанда 54-55, соның 23-24 әні шамамен хит болған. Яғни ол өте жақсы көрсеткіш. Мен әрдайым әр шығарылымда айтып жатам ғой, әншіге 1-2 хиттің өзі де жетіп жатады. Бізде өте көп ондай әртістер бір хитпен ғана өмір бақи өмір сүріп жатқан. Ал бұл жерде 43% деген өте жақсы көрсеткіш, және бұл жерде
мына нәрсені ескеру керек та, бұл жаңа бағыт қой, жаңа бағыт, жаңа стиль үшін 43% хит, жаңа 23 әннің хит болуы 55-тен өте жақсы көрсеткішті білдіреді. Сол хиттердің арасына жаңағы айыптама альбомының ішіндегі ең жарқын жаңағы бейнебаяны да ерекше қайтадан әні до минор тональдігінде жазылған екен. Әннің сөзін жазған Сержан Бақытжан, әнін шығарғанда Сержан Бақытжан, және сөзіндегі Зактың партиясын өзі жазған екен, Эйзи өзінің партиясын өзі жазған екен. Ән өте керемет, бұмен бүкіл жаңағы 91-ның жанкүйерлері келісетін шығар, өйткені әнде ерекше гармония бар. Енді мен музыкалық жағын талдайтын болғандықтан, мен гармонияға басымды қаттырақ ауыртатындықтан, маған гармониясын талдау барысында көптеген қызықты элементтер кездесті. Негізі бұл ән интросы, яғни кіріспесі 8 тактіден тұрады, мұқият тыңдасаңыздар, міне. Осылай басталады. Бұл жердегі интрода берілген аккордтар жүйесі өте күрделі. Қарапайым аккордтар жүйесімен жаңағы алдында да біз басқа әншілерді талдап жатырмыз, сол жерде кездесетін қарапайым аккордтармен салыстырғанда, сол әндерде, басқа әншілердің әндерінде кездесетін қарапайым аккордтармен салыстырғанда, бұл аккордтар жүйесі әлдеқайда күрделі. Және бұл аккордтарды мен қазір атап өтсем, мынау тоника, мынау 6-шы басқыш, мынау 3-ші басқыштың нон аккорды, күрделі аккордтардың бірі, 7-ші басқыш, қайтадан тоника, 6-шы басқыштың септаккорды, мен үшін 3-ші басқыштың нон аккорды, және қайтадан тоникаға қайтып келеді. Бұл жерде мен не үшін аккордтарды осылай бөліп айтып жатқан, интрода кіріспеде берілген осы 5 аккордтар, өзара ауысып отыратын осы аккордтар интрода кіріспеде берілген бүкіл шығарма бойынша ойналып отырады. Жаңа фонда сол аккордтар фундамент ретінде қарастырсақ, бүкіл соның бетінде болып жатқан әуені осы аккордтар негізінде қалған. Тіпті Зактың партиясындағы рэп болсын, Эйзидің рэпі болсын, одан қалса қайырма болсын, бәрі осы аккордтар желісінде құралған. Аккордтар күрделірек. Мысалы, осыған дейінгі талдауларда біз 3-ші басқыштың нон аккорды деген мысалы аккордты мен кездестірмегем. Музыканттардың құлағына алтын сырға, бәлкім мен шатастырған шығармын. Егер бұл нон аккорд болмаса, сіздер пікірге жаза кетіңіздер, Балнұр бұл дұрыс емес, бұл нон аккорд емес деп. Бірақ осы нон аккордты кездестіргенде, мысалы мен Рахманиннің шығармашылығын талдап нон аккорд 3-ші басқыштың нон аккордын кездестірсем, мен оны белгілеймін да, жарайды деп әрмен қарай кете беремін. Бұл поп мәдениет қой, бұл әлдеқайда жеңіл жанрлар ғой. Осындай жеңіл жанрда осындай күрделі аккорд болатынына мен таңғалғаным рас енді. Осы аккордтар желісінде әрмен қарай сосын жаңағы не басталады. Әлем айтатын жаңағы бірінші шумақ басталады. Форма жағынан бұл біз міндетті түрде форманы белгілеген кезде музыканттар ағылшын тілінің әріптерімен белгілейміз. Мысалы, A, B деген сияқты. A ол бірінші шумақ болуы мүмкін, Б екінші шумақ болуы мүмкін, С жаңа қайырма болуы мүмкін. Смотря қандай әнге байланысты. Осы таңда 91-ның шығармашылығын зерттегенде байқағаным, әріптік жүйе біз обычно А, Б, С, одан кейін Д-ны қосамыз болды. Ары қарай әншілерде тағы бір бөлім жоқ. Ал 91-ның әндерінде әріп таусылып қалды. Тіпті кейбір әндерінде Ф әріпінде қосуға тура келді, өйткені соншама бөліктері жаңа. Әр жаңа бөлімде жаңа музыкалық материал. Сол жағынан әлдеқайда басқа әншілермен шығармашылығымен салыстырғанда көлемдірек. Менің ойымша осы жаңағы не дейді, форма маған ронда жанрын, ронда формасын қатты еске салды. Ронда формасын не үшін еске салғанын қазір осы қайтаданның соңына қарай түсіндіретін боламын. Енді қараңыздар, бұл жерде жаңағы тоника мен айтқан, одан кейін жаңағы қалай 6-шы басқыш, 3-ші басқыш, 7-ші басқыш, қайтадан тоника, тура осы аккордтар жаңа басында ойналған. Дәл сол аккордтар қайырмада да, шумақта да қалады, бірақ әуен ғана өзгеріп отырады. Мынау 7-ші басқыш, тоника. 3-ші басқыш, мынау 7-ші басқыш, қайтадан тоника. Мынау 3,
мынау 7 қайтадан, мынау 3 қайтадан 7. Және дәл сол гармонияның негізінде қайырмада шығарылған. Жетінші басқыш. 3, 7 қайталанады. Тоника. Тоника. 3, 7. Енді бұл жерде астын сызып айтатын нәрсе, мен айттым ғой, жаңа әр бөлім жаңа музыкалық материалды беріп отырғандықтан кейбір кезде тіпті әріп жетпей жатыр деп. Сол жағынан, мысалы, басты қатырмас үшін былай да істесе болатын еді. Эйзи мен Зактың екеуінің айтатын рэп партиясын бірдей әуендік форма тек қана текстерін ауыстыраса да болатын еді. Бірақ бұл жерде Зак пен Эйзидің рэпі екі түрлі деп айтар едім. Өйткені рэптің өзінде де өте көп түрлері көп, кәдімгі жанрлық спецификасы бар. Рэп ол кәдімгідей бір мәдениет қой, оған бір 2 сағаттай уақыт лекция арнаса болады. Бір жағынан әшейін сөздерді оқып жатқандай болғанымен рэптің әр түрлі жаңағы түрлері болады. Сол жағынан Эйзи мен Зак екеуі екі түрлі рэптің жаңағы жанрларын, қалай айтсам болады, екі түрлі стильде оқиды. Қазір түсіндірем. Зак әлде қайда импульсивті және жақсы мағынада, қалай айтатын еді ана бір сөзді, агрессивті, жақсы мағынадағы, агрессивті оқылатын оның рэпі, және өте көп синкопалар, ритммен, метрмен өте қатты ойнайды. Қалдырма мені сөнген сезімді қайта өзгер, менімен қайта айтпақин деп сайтан оғыр махаббаты арадағы бір жараларды ол қайтады. Зактың партиясы. Эйзидің партиясы сіздерге дәл сол Зактың айналасындағы партия болып естілуі мүмкін. Бірақ бүгіннен бастап кішкене мұқият тыңдасаңыздар, Эйзида лиричность көп, әуезділік бар. Жүрегім жабықтым, мен жалықтым, сөйлесін сыйлашы жарықтың, іштей жанып тұрмын, түш тоқтатшы мені, өртеніп барады жаным ауырмаған. Эйзидің партиясы әлде қайда жұмсағырақ. Бұл Зактікі күштірек, Эйзидікі онша емес деген сөз емес. Бұл жерде беретін материалдың өзгешелігі. Осы бүгіннен бастап егер сіз мұқият тыңдайтын болсаңыз, кәдімгідей байқалады айырмашылығы. Осы жерде мысалы, осынша бөлімдердің арасында менің ойымша, сіздер қалай келсесіздер ме білмеймін, осы сіздерге арналған сұрақ. Бридж деген бар ғой, көпір алдында, Садрадиннің шығармашылығында да оны түсіндірдік. Қайырманың алдындағы бір әдемі бір не бар ғой, көпір болады ғой, бридж, қателеспесем ағылшын тілінен көпір деген мағынаны білдіреді. Сол көпірді мен бұл әнде, мысалы, Эйзидің шумақтарының соңғы жағы қалай еді әуені? деп айтады ғой. Тура мынау саған қалай айталам деген қайырмадағы сөздерді қолданады, бірақ әуен өзгереді. Сол әдемі бітіп бридж болып дайындап, қайтадан қайырмаға қайтадан алып келеді. Соны мен ойлаймын да, оны сіздер де музыкант болмасаңыздар да оны қадағаласаңыздар болады. Сол жағынан сіздерге сұрақ. Эйзидің партиясының соңғы партиясы бар ғой, қайырмадағы сөздерді өзгертіп айтады, мелодиясын. Соны сіз бриджге, яғни негізгі қайырманың алдындағы дайындап беретін бір әдемі көпірге жатқызасыз ба, жоқ әлде бұл бөлек бір самостоятельный, бөлек бір шумақ па сіз үшін? Осы жай ойда сіз өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз, және осы қайтаданды талдап болған кезде мен айттым ғой, ронданың формасы байқалды. Неге? Өйткені ронда деген форма бізде рондада екі нәрсені білу керек. Ол рефрен мен жаңа эпизод. Рефрен, эпизод. Рефрен дегеніміз былайша айтқанда қайырма, негізгі идея, негізгі тақырып музыкалық. Эпизодтар әртүрлі болады, әртүрлі болуы да керек. Сол форманы мен 91-ның шығармашылығынан көрдім. Оған бірден бір дәлел, мысал ретінде академиялық музыкадан мысал келтіретін болсақ, Моцарттың 11-ші сонатасының 3-ші бөлімі Алла Турка деп атады. Түрік маршы, сіз жоқ ондай шығарма білмеймін деп отқан шығарсыз, бірақ оны бәрі біледі.
Осы шығарма мысалы ронда жанрында, формасында, кешірім сұраймын, жанр емес, формасында жазылған. Негізгі тақырып, негізгі рефрен, мысалы осы негізгі рефрен. Сосын эпизодтары ауысып отырады. Эпизод деген басқа материал, сосын қайтадан рефрен береді, басқа материал қайтадан рефренді береді. Сол ронда формасын қайтаданнан мен көрдім. Одан кейін мәссаған мынау ронда формасында жазылған ғой дегенім келесі ән нағыз ронда формасын 100% маған көрсетті. 2017 жылы Қараңғы жарық шығарылым альбомының ең танымал әндерінің бірі екен. Мен 91-ды зерттеп жатырмын. Қандай әндер ұнайды деп сұрағанда бәрі мұзды айтты. Неге бәрі мұз? Неге бәрі мұз? Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Ронда формасында сонда 91-ның қайсы әні десе мен қайтадан да ұсынбас едім. Өйткені қайтадан да жаңа музыкалық материалдар әлде қайда аз мына мұзбен салыстырғанда. Мұз әні Қараңғы жарықта 2017 жылда Қараңғы жарық деген альбом ішіндегі ең танымал шығармалардың бірі екен. 34 миллион қаралым жинаған. Негізі бұл сандар 2017 жыл үшін өте жақсы сандар. 34 миллион қаралым жинаған бұл шығармада мен ронданың формасын көріп тұрмын. Кәдімгідей ронданың формасымен дамып отырады. Мысалы, бала айтатын шумақ А болса, бұл жерде эпизод болса, әлем айтатын шумақ Б әрпіне сәйкес келеді, және одан кейін AZ айтатын жер, мысалы, сіздерге түсінікті болсын былай айтайыншы, негізгі тақырып бар ғой Моцартта. Осы рефрен негізгі ойы қайта қайталана береді, қайырма сияқты. Мұз әнінде осы екеуі бірдей, екеуі қайтадан отырды, ал бүкіл эпизодтар әрқайсысы әртүрлі. Мұз әні ми минор тональдігінде жазылған, одан кейін текстін жазған, мәтінін жазған AZ мен Зак екен, өздері шығарған. Әуенін Олжас Нұрғалиев деген жігіт шығарған екен, және әлем. Одан қалса аранжировкасын жасаған адамды да таптым, ол Майкл Ким деген азамат екен. Бұл жерде міндетті түрде аранжировщиктарды мен тауып жатсам, міндетті түрде асын сызып айтатын себебім, өйткені олар өте үлкен рөл атқарады. Бізде көбінесе әншіні білеміз де, максимум әнін шығарған әнді білеміз, одан жақсы болып жатса сөзін біліп жатамыз кім шығарған, бірақ аранжировщиктар еш жерде атай бермейді. Ал ол өте қатты маңызды. Неге? Өйткені оны, мысалы, біз әнді бір әдемі тамақ, дәмді тамақпен салыстырсақ, ол қандай ыдыста берілетіні де маңызды ғой. Қандай үлкен әдемі табақ береміз ба, жоқ әлде бөліп саламыз ба, осының бәрін шешетін негізі аранжировщик. Сол себепті бұл жерде Майкл Ким мырзаның әннің 34 миллион қаралым жинауына қосқан үлесі зор деп ойлаймын. Бұл жерде жаңағы вступление осы жаңағы 8 тактіден тұрады, осы жердегі аккордтар. Бұны мен қалай айтсам болады, жаңағы ронда формасына келетін болсам, бұл онда эпизод болады. Яғни қайырма емес, эпизод беріледі, жаңағы кіріспесінде, сосын әлемнің айтатын жері де ол бридж секілді. Ол әлі неге кірмейді, жаңағы рефренге кірмейді, яғни қайырма емес. Қайырма неге бәріміз, осы рефрен болады. Моцарттың жаңағы мынаусы секілді. Енді бұл жерде 8 тактіден интро тұрады, кіріспе, интроны білесіздер, кіріспе екен. Бұл жердегі аккордтар жүйесі мынандай: тоника, 6-шы басқыш, 3-ші басқыш, 7-ші басқыш, қайтадан тоника, 6-ші басқыш, 3-ші басқыш, сосын 7-мен аяқталады. Не үшін мен бұл аккордтардың бірім атауын беріп жатырмын? Тағы да сол концепция, осы гармонияның негізінде бүкіл ән арғарай өрбейді. Зактың оқитын рэпі да, AZ-дің рэпі да, қайырма да, тіпті әлемнің орындайтын бриджі бар ғой, қайырманың алдындағы әдемі безіп алып келетін көпір. Ол да дәл осы аккордтар желісінің негізінде құралған. Аккордтар ол фундамент болса, негізгі әуен осы фундамент негізінде құралған. Мысалы, міне, бала қалай бастайтын еді өзі.
дәл сол кіріспедегі аккордтарды ойнап шықтым. Сіздер біздің бағдарламаны көріп жатқан кезде әуенге емес, оң қолда сол қолды көбірек тыңдасаңыздар, сол арқылы сіздер талдау, музыкалық талдау, есту қабілеттеріңізді арттырасыздар. Мен бұл жерде көп негізді сол қолға қоямын. Менің айтып жатқан әңгімемнің көбісі сол қолға байланысты, яғни гармонияға байланысты. Енді әлем басқа аккордтар желісі емес, дәл сол аккордтар желісімен сіз айтуларыңыз мүмкін, неге сіз басында былай ойнадыңыз, әлемнің партиясын алдыңыз да, немесе деп өзгертіп жатыр. Негізі мен дәл сол алдында ойнаған аккордтарды арпеджио ретінде просто шашып жібердім сол қолға. Бірақ сол аккордтар қалды. Ойнау тәсілі өзгертті. Міне қайтадан әлем сол тоникадан бастайды. Сол гармониялық жүйе қалады. Қайтадан пам. Осы жерде менің ойымша, мен солай ойлаймын, бұл жерде ән жазған Олжас Нұрғалиев және әлем деп айтылған ғой, бірақ қай шумақтары кімге тиесілі екені белгісіз, бірақ менің ойымша әлем өзінің шумағын өзі шығарған секілді. Өйткені мына жерде өте ерекше аккордтың негізінде, алдында Садрадинда да осыны айтты, тоникалық септаккорд негізі. Шынымды айтсам, осынша академиялық білім алдым, бірақ тоникалық септаккордты көп жерлерде мен қолданбайды екенмін, және көп естімеген екенмін поп әндердің ішінде. Мысалы, мына жерде өте әдемі естілетін тоникалық септаккордтың дыбыстарымен жоғары қарай көтеріледі. Негізі айтпақшы, тағы астын сызып айтатын нәрсе, осы жерді орындау күрделірек. Мысалы, қайырмамен салыстырғанда, мысалы, мынаны орындау таза айтып шығу. Өте күрделірек, неге өйткені диапазоны кең. Кейбір кезде бәлкім, мысалы, сенде дайындық болмаса, немесе андай не дейді, жаңағы әннің алдында распевкалар жасалмаса, бәлкім түспей қалуы да мүмкін. Өйткені өте күрделі музыкалық материал деп айтсам болады. Менің ойымша, білмеймін, енді әлем осы видеоны көріп жатса, маған жауабы өте қызық болады. Дәл осы шумақты өзі шығарған секілді көрінеді маған. Қайырмасы, тағы да қайталап отырмын, интродағы берілген аккордтар жүйесімен соғылған. Сол аккордтар негізінде кімнің Зактың партиясы да тура осы аккордтар. Әйтпесе былай естіп отқан адамға былай көрінгенде Зак енді резко бүкіл импульсивті синкопаларын қосып өзінің рэпін оқып жатқанға басқа гармониялық жүйеге ауысып кеткен сияқты болады да. Негізі ондай емес. Егер Иглстар көріп жатса, енді сөзін жатқа білетін шығар. Зактың партиясын сіздер орындап көріңіздерші, мен тек қана гармониясын орындап отырайын сол қолмен. А сіздер Зактың партиясын айтып көруге тырысыңыздар, мынандай деп мен ойнап жатам, және сыбырлап қай басқышты ойнап жатқанымды айтып отырғым келіп жатыр. Неге? Өйткені маған гармониялық жүйесі маңыздырақ, иә? Сіздер бастаңыздар, бірге қосып, 1, 2, и тоника, 6, 3, 7, и 6, 3, 7. Енді бұл жерде тағы да сіздер мұқият болуларыңызды сұраймын. Неге? Өйткені басында берілген бар ғой. Көрдіңіздер, мен бұл жерде қалай жинақы қылып ойнадым. Трезвучие, үштік аккордтар жүйесімен ойнадым да, әлемге келгенде тура сол аккордтарды жай шашып жібердім. Дәл сол аккордтар қалды. Қайырмаға келген кезде де дәл сол аккордтарды ойнап шықтым да, енді Зактың партиясына келген кезде дәл сол аккордтарды ойнадым, бірақ орындау тәсілі ғана өзгерді. Дәл сол аккордтарды ұстап тұрмын. Мысалы, мынау тоника 6, жаңағы қанша, 3, 7-ші басқыш, қайтадан тоникаға қайтып кетті. Орындау тәсілі өзгергенмен гармониясы сол күйі қалады. Екінші шумақта
дәл солай қалады, ешқандай өзгешелік болмайды бұл жерде. Бірақ дегенмен бұл жерде менің айта кететін, астын сызып айтатын нәрсем, міне кодаға біз келдік қой, кодаға келген кезде полифония деген жанр бар. Негізі академиялық музыкада ең күрделі жанр бар, контрапункт деген. Контрапунктты аяғына дейін түсінген жан жоқ шығар бұл әлемде. Ол өте вышмат деген сияқты нәрсе да, түсіну, қабылдау, контрапункт стилінде жазу өте қиын. Оның астында полифония деген нәрсе бар. Полифонияның атасы кезінде Йоганн Себастьян Бах деген кісі сол полифонияның негізін қалаушы деп жатады. Полифония дегеніміз не екенін білмейміз, көбінесе біз полифония десе 90-шы жылдары толған балалар полифония скачать етіп жүретін қой, экпорт арқылы бір-бірімізге. Сол кезде полифония деген жазу болады, бастың шығарма ойналады. Фортепианода тың-тың-тың-тың әртүрлі бір жаңағы ары кетті 4 такт тұрады. Полифония деген күрделі жанр. Оның ерекшелігі неде? Полифония дегеніміз мысалы сізде гомофонно-гармонический стильде жазылады бұл шығармалардың бәрі. Садрадин, Ерке Есмахан, Калифорния бәрі. Ол не дегеніміз? Оң қол маңызды, әуен бар, және соған тәуелді сол қол бар. Сол қолдың рөлі әлде қайда екінші орында тұрады. Ал полифония дегеніміз оң қолдағы партия маңызды, сол қолдағы маңызды емес деп бөлінбейді. Әр партия 4 дауыс болса, 4 дауыс та маңызды болады. Бұл жерде ешкімге бағынбайды. Және әрқайсысы дара күйінде тыңдасаң, бөлек музыкалық материал болып шығатын күрделі жанрлардың бірі. Соны түсіну үшін былай істесек болады. Мен міне қараңыздар, кода басталады ғой. Кода соңында мүлдем басқа музыкалық материал, ешқандай қайырмаға да, жаңағы рэп партияларға да келмейтін материал. Вот там. Қарапайым ғана музыкалық материалда, бірақ білмеймін, осыны ойнап жатқанда бір ерекше сезім болады. Әдемі да, вроде бір айналдырған 6 нотаны былай айналдырып жүрді, бірақ өте әдемі естеді. Әсіресе хормен орындағанда өте әдемі кода. Енді осы коданы сіз ютубтан қайтадан әнін қойып, осы айтады ғой, ағылшын тілінде айтып жатады осы партияны, жігіттер айтып жатқанда, сол кодамен бірдей осыны жігіттер айтып жатқанда, сіздер мысалы сіз әлемнің партиясын немесе жаңағы негізгі партия бар ғой, қайырманы орындасаңыз болады, бірдей. Сөйтіп бірдей орындаған кезде ешқандай фальш ол жерде болмайды. Сіз кәдімгідей, егер сіздің есту қабілетіңіз сәл жоғары болса, соңына дейін сіз өзіңіздің, мысалы, әлемнің партиясы қандай? Дари-да-там-там-дам, дара-да-да-там. Жігіттер ана дай-дам-пам-пам-пам, ағылшынша дари-да-да-да-там айтып тұрса, сіз өзіңіз әлемнің партиясын орындап тұрсаңыз, ешқандай фальш естілмейді. Бұл екі музыкалық, екі бөлек мелодия біріксе де әдемі болып шығады. Неге? Қалай ойлайсыздар, неге? Өйткені кодадағы аккордтарда дәл сол әлемнің орындап жатқан партиясындағы аккордтар. Осыны қателеспесем 4 рет қайталайды. Енді вот полифония деген осы, сіз әлемнің партиясын орындап жатырсыз, ютубта қосып қойған жаңағы трегіңіз қайтадан коданы ойнап жатыр, жігіттер айтып жатыр, точнее да, сіз қателеспей, уақытылы, прям тыңдап айтатын болсаңыз, міне полифония деген осы. Әрқайсысы бөлек басқа шығарма болса да, бірақ дегенмен ортақ концепцияға алған кезде ешқандай фальш звучать етпей, жаңағы ондай шықпайды. Неге? Өйткені гармониясы бір болғандықтан өте керісінше әдемі шығады. Енді бұл жерде басталғанда айтпақшы мұзда байқайсыздар ма? Бірінші әуені мына жерде деген кезде деген бұл интервал, екі дыбыстың арасындағы ара қашықтықты музыкада интервал деп атайды. Бұл интервалдың итальян тілден аударғанда атауы секста деп айтылады. А секста деген 6 дегенді білдіреді. Яғни 6 басқыш бар. Мына дыбыспен екінші дыбыстың арасында 6 басқыш бар деген сөз. Мысалы біз алдында айттық, Садрадиннің шығармашылығындағы әндер квинта интервалының төңірегінде.
иә, квинта дегеніміз 5 дегенді білдіреді, ары кетсе мына дыбысқа дейін барады, бірақ одан ары қарай шықпайды. Өзінің даусының көлеміне де байланысты шығар. 91-да өте көп октавадан да жоғары кең интервалдар саны өте көп. Ол нені білдіреді? Яғни топтағы әншілердің диапазоны кең дегеннің дәлелі бірден бір осы интервалдар. Осы орайда оттегіге көшсек, бұл гап деген 2023 жылы жарық көрген альбомдарының ең танымал әндерінің бірі, бір байсалды, серьезный ән деп айтсақ болады. Сабырға бағындырайық өкпені, осы сәтте ең керегі оттегі. Өйткені өте андай махаббат лирикасына толы, өте әдемі әндердің бірі. Мысалы, маған осы әні 91 қатты ұнайды. Және біз нотаға қарап талдаймыз ғой, нотаны іздеп жатқан кезде оттегі бар екенін көрген кезде көзіме кәдімгі оттай басылды. Өздеріңіз де басында тыңдап жатқан кезде естіп жатасыздар ғой. Қателеспесем фортепианода ойнайды, ойнап жатқан кезде естіледі күрделілігі. Мысалы, негізі дәл осы аккордтарды 91-да қолданылатын аккордтардың қарапайым түрлері де бар. Тоника, субдоминанта, доминанта, максимум 6-шы басқыштың қайтадан тоника. Болды. Оны қолдансаңыз да хит жаза аласыз негізі. Бүкіл әлем ана айтып жатады, есть 3 аккорда главных, на которых держится как 3 кита деп. Ана жерді ұстап тұрған 3 кит секілді. Музыкада осы 3 аккорд болса болды. Ән шығара бересіз. Кез келген әнге кете береді. Бірақ 91-дағы әндер сол қарапайым аккордтарды табу қиынырақ. Өйткені көбінесе 3-ші басқыштың септаккорды, немесе 6-шы басқыштың секундаккорды деген сияқты күрделі аккордтар қолданылған. Сол жағынан да 91 өте ерекше. Енді бұл жерде, мысалы, интрода 8-9 такты көлеміндегі берілген аккордтар желісі мынандай: тоникалық секстаккорд, 3-ші басқыштың септаккорды, өте әдемі естіледі. 6-ші басқыштың секундаккорды қайталанады. Мынау ғана қарапайым гармония, субдоминанта, бірақ қандай әдемі естіледі. Тоникаға қайтып келдік. Дәл осы аккордтар желісі, жаңағы алдындағы әндердің талдауындағыдай, дәл осы аккордтар желісі қалады, одан кейін тек қана әуен өзгеріп отырады. Енді осы оттегі әнін жалпы ойнап көрсетсем. Енді осы жерде бірден көзге түсетін не үшін мен айттым байсалды ән деп, өте равномерный ән, музыкалық лирикаға толы, махаббат тақырыбында деген сияқты. Осы байсалдылықты визуально сіздер музыкант болмасаңыздар да мен сіздерге қазір түсіндіріп өтем. Импульсивность бұл жерде жоқ. Өйткені Зактың партиясы жоқ, Эйзимен осыған да байланысты да шығар бәлкім, бірақ дегенмен жалпы концепциясы өте байсалды, өте серьезный ән, былайша айтқанда. Неге? Өйткені қазір қараңыздаршы, нотасына көрсетейін. Мысалы, неге бәріміздің былай алайық, орта жағын ашайын, естіп нотасын көрсетейін. Сіздер нотаны мүлдем танып тұрған жоқсыздар, не көрсетілген деп, бірақ жалпы визуально қарағанның өзінен көрініп тұр, 16-лықтар, секірулер, паузалар, синкопалар, шұбырған, жыбыржаған ноталар көп. Демек, өте андай импульсивті шығармада ой, ауысу. Мына шығармада қараңыз, қандай ноталар әппақ.
Аппақ өйткені жартылық, ұзақ ұсталынатын аккордтар саны көп. Өйткені мұны визуально көріп тұрсыздар, әлде қайда мынау перфекционисттерге мына нота қаттырақ ұнайтын шығар, чем мынамен салыстырғанда. Қазір екеуін бірге ұстап көрсетейін. Қараңыздар, мынау шұбырып жатқан ноталарда импульсивті. Ал енді мына оттегідегі әуен, оттегідегі музыка әлде қайда по полочкам тұрған сияқты әрқайсысы. Өйткені ритм жағынан да өте асықпайтын баяу ән, өте түсінікті, өте жұмсаған, былайша айтқанда. Енді бұл жердегі жаңағы қайырмада мынандай аккордтар желісі әдемі өзгеріп отырады. Сол қолды мұқият тыңдасаңыздар, сол әдемілікті еститін боласыздар. Айтпақшы, сосын мына жерде мынандай жер бар ғой. Соңына жетпей өлдім бе деген жерінде, осы мына сол қолда мен ойнап жатқан аккордым доминанталы аккорд. Доминанталы аккорд сонау Калифорнияның кезінен көріп жүрген көрермендер біледі. Доминанта өте сұрақты аккордтардың бірі. Мәтінмен әдемі сәйкес келген, өйткені мәтіннің өзінде де қателеспесем өзің жазған соңына жетпей өлдім бе деген сұрақ туындайды ғой. Дәл сол сұрақты әдемі жеткізген. Міне, сол қолда доминанталы аккорд сұрақты күшейтеді. Сөйтіп қайтадан тоника. Қайтадан доминанта. Тоника. Бұл жерде тіпті музыкант емес, сіздердің өздеріңізге мына жерде деген жері бір ерекше болып есептелген шығар. Білден не дейді, құлақтарыңызға оппа, мына жерде не болып жатыр сол қолда деген сұрақ туындаса, ол жерде екінші басқыштың аккорды ми мажорда, төртінші басқыш жоғарылатылған, ол лад кішкене ауса, төртінші басқыш жоғарылату әлде қайда заңдылық. Мынау үшінші басқыш, мынау алтыға шешіледі. Білмеймін, араларыңызда музыкант болса сұрақ, прерванный оборот деген болушы еді гармонияда. Күрделі аккорд тоникаға шешілудің орнына алтыншы басқышқа шешіледі. Осыны прерванный оборот дейтін. Осыны прерванный оборот сияқты менің естуімше гармониялық мысалы тұрғыдан былай да шешілсе болатын еді, бірақ ол әндік әрине өзгертіп жүреді деп тоникаға. Бірақ мына жерде жұмсақ шешіледі. Сол жұмсақ шешілуі гармонияда прерванный оборот деп жатады, соған келетін секілді. Одан кейінгі бұл жердегі айтатын дүниеге, осы жерде қару деген мынау негізі эйс мына жерде орындайды. Бұл мына екі ара қашықтықтағы жаңағы интервалды октава деп атайды. Өте ең қарапайым интервалдардың ішіндегі ең широкий дейін, кең октава деген ең кең интервалдардың бірі. Сол себепті бұл шығарманы мысалы талдау барысындағы түсінгенім, менің ойымша, менің пайымдауым бойынша, бір жігіттердің 23 жылы шыққан альбомынан ғой, 28 жыл болды шығармашылыққа, бір ойларының бір тоғысуы, бір ойды, бір сөйлемді әдемі аяқтауы, жалпы есейгендіктің бір белгісі секілді естілді маған. Жігіттердің бір әлде, мысалы айыптамамен салыстырғанда қайтадан енді жауапсыз махаббатты бейнелейтін сияқты, бейнебаянына қарасақ, мысалы сондай секілді де, ал мына жерде сөзінің саптауының өзі бір керемет бір идея мен керемет махаббат философиясына алып келген сияқты. тобының, жалпы 91-ның шығармашылығына шолуды жасаған кезде қазақтың поп мәдениетінің дамуына үлес қосқан топ деген сөз тіркесі аз оған. Поп дамуына үлес қосқан емес, олар просто
жаңа сатыға алып бүкіл қазақтың поп мәдениетін жаңа сатыға жаңағы шығарған 91 тобы. Сосын ең бірінші бірегей істегендері қазақ тілінің мәртебесін жоғарылатты. Астын сызып айтатын нәрсе ол 91-ның бүкіл әндері қазақ тілінде, және кейбір жерлерінде жаңа неге бәріміз мұз әнінде, кодасында ғана қолданылатын бір-екі шама өзге тілдегі сөздер бар, ол өзге тілде болғанмен ол ағылшын тілінде ғана айтылады. Қазақ тілінің дамуына үлес қосқан себебі 91 сапалы музыка шығарады. Сол музыканы тыңдап түсінгің келсе, не туралы айтып жатқан, сен қазақ тілін білуің керек. Сосын мәтін жағынан, тіл жағынан ешқандай жаңағы тереңдігі жағынан өзінің аға буын өкілдерінің әндерінен 1000 есе орап өтіп кетеді. Өйткені 2015-ке дейін мен әрдайым айтып жатам, осы сөздер құндызым, жұлдызым, махаббатым, жаным, күнім деген сөздермен аяқтай бір әндердің кез келгенін тыңдап көрсеңіз, тіпті 91-нан 10-15 жас үлкен аға буын өкілдерінің сөздерінің өзі тым қарабайыр етін. Одан кейін жанр жағынан ашып алсақ, негізі поп жанры, Q-поп жанры, одан қоса R&B, хип-хопты қосқан, сосын ADM деген жанр бар. Осы жанрлардың бәрін әрқайсынан әдемі жерлерін алып бір әнге қосуға тырысып және әдемі қосып жүріп, солардың ішінен әдемі қылып 24-25 ән хит қыла білген ән. Сол жанр спецификаға салған кезде, мысалы, көп әртістер бізде бұндай жанрлық ауқымдықпен мысалы мақтана алмайды. А 91-да жанрлық жағынан өте көлемді деп айта аламын. Онымен қоса менде тағы байқаған нәрсе бейнебаяндар. Бейнебаян, әр бейнебаян бір қысқаша бір короткометражный фильм сияқты. Әр бейнебаянда Ерболат Бедерханның бір ізі байқалады, ерекшелік байқалады. Костюмдар жағынан, драматургия барлық жағынан ерекше. Осы жақта әннің өңдеуінің астын сызып айтса болады, себебі ән өңдеу сапасы 91-ның айта алмаймын, 10 из 10 ғой, 10-нан 10 деген баға берсе болады. Өте ерекше, өте батыл. Жаңа гармониясын айтып кеттім, мысалы, үшінші басқыштың нон аккорды деген сөзді қолданбағаныма біраз болған еді, негізі шынымды айтсам. Ана аккордтарды талдап отқан кезде миым ашып кеттім, мынау қандай аккорд еді деп. Өйткені қарапайым тоника субдоминанта доминантадан әлде қайда алшақтаған, әлде қайда күрделенген гармонияны қолданған, және аранжировка сапасы 91-да өте жақсы. Менің таңғалатын тағы бір дүнием, Кенселдің көкесін көрген ғой бұл кісілер. Құрылғалы басынан дау арылмаған 91 тобына шымкенттіктер концерт өткізуге қарсы шықты. Сахнамызды кім көрінгенге таптатып, санамызды кім көрінгенге илетіп. В Актубе популярная группа планировала провести 2 концерта. В Караганды сорвался концерт отечественной группы 91. Сондай хейтерларды соншалықты хабарласып Ерболат Бедерханға концерттен кейін разборкаға шақыратын деңгейге дейін жетсе де, өздерінің басында айтып кеткен жаңағы берген идеологиясында сол күйі 10 жыл өтті көлемінде қалды. Мен тапқан тағы бір нәрсе. Қай жағынан байқадым? Негізі шынымды айтайын, мен замандастан басқа 91-ның ешқандай подкаст, интервьюларын көрмегем. Бірақ төртеуі 4 түрлі, 4 мінезді, 4 дауыс тембрларының иесі, бірақ дегенмен сол төртеуінің 4 түрлілігін бір әнге сыйғызып, сақтай біліп, әрқайсының жеке тұлға ретінде бір-бірін өшіріп жібермеген екен. Сол жағынан Ерболат Бедерханның үлесі соның бір қағидасы секілді осы. Енді осы мен талдауымыз соңына жетті. Егер ұнап жатса лайк басып пікір қалдырып, осы каналға тіркеліңіздер. Ұнамаса да пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Ұнамаса несі ұнамаған толыққанды комментарийға жаза кетсеңіздер, өйткені біз үшін ол маңызды. Біз білуіміз керек қой сізде несі ұнамаған. Бізге сын өте қатты маңызды, өйткені бізге кері байланыс керек. Сосын осы 91 тобын барынша қолдауға шақырамын, өйткені TikTok, YouTube, Instagram әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларына тіркеп, соңғы 10 жазбаларының астына, соңғы 10 публикацияларының астына 91 алға деп жазып кетейік. Бірінші болып мен де осы челленджді бастағым келіп отыр, өйткені бізге, менің ойымша, біз 91-ды барынша шетел сахнасына, әлем сахнасына бірге жұмыла көтеріп шығару керек сияқтымыз. Өйткені олар шетел сахнасында, әлем сахнасына болуға әбден лайықты топ. Осымен тәмам, Бала әуенінің 4-ші шығарылымы осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған мен музыкатанушы Балнұр Сардарбек. Міндетті түрде лайк басыңыздар, пікір білдіріңіздер және
арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылым кім жайлы болсын міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сіздердің ойларыңызбен бізде андай санасатын боламыз. Сондықтан көріскенше сау болыңыздар.